дарын барып қазақтың азаматы, ұлтымыздың, мемлекетіміздің, ол да мені жақсы таниды, бір-бірімізді өте жақсы танимыз, жастығымыздың біраз бөлігі бірге өтті ол азаматпен. Бірақ біздің келіспейтін мәселелеріміз бар, сенім наным мәселесінде. Сондықтан біздің мәселелеріміз бар, бірақ жалпы қазақтың азаматы ретінде, мүмкін дін азаматы ретінде құрметтеуге лайық азамат деп есептеймін. Енді оның жаңағы 30-дан асқан баласын есептемегенде өзінің балалары ғой енді. Бірақ біздің жастардың қазір сол дарынға еліктеп, барлығы 4 қатын алып, бір қатынды жылатып, екіншісінің үстіне үшіншісін алып, дарынды қуып жетем деп біріншіден жете алмайсың. Қазақ тарихында дарын жалғыз-ақ 30 баласы бар. Енді ол рекорд қоюдың керегі жоқ. Сен 30 баланы қуаламай, сол бір балаңды 30 жолдың ғылымын үйретсең, ең кем дегенде 30 хадис жаттатсаң, 30 үкімді білсе, 30 жақсылық жасаса, сол дарынға жеткеніңіз болатын шығар. Енем маған сөйлей беріп, жамандап, менің аяғым ауыр токсикоз болып қатты ауырдым дейді. Сөзіне шыдай алмадым, әйтпесе күйеуім мені тыңдағысы келмейді. Кеткеніме 2 ай болды. Не істерімді білмей отырмын дейді. Үйге барамай отырмын десеші, сен қайтадан қосылғым кеп тұр десеші, қосыл жан. Ашуың успокоилась да енді. Көрдің 2 ай жағдай қиын екені, барып қосыл жан. Қайтадан сол жарыңдай күйеу таппайсың алтыным. Біреудің сөзіне ілесіп, біреудің түртпегіне ілесіп, жаңағы өзінің семьясын жарылқай алмай жүрген біреудің инстаграмдағы суреттерді көріп алып, мен күйеуге кеттім, мен құл емеспін, мамамды сөйлетпеймін, мен енемнің бір нәрсесі емеспін деген біздің салт емес. Олардың біздің еліміздің жақындары емес, біздің саған жақсылық ойлағандары емес. Сен құл емессің жаным, бірақ мен сізге бір нәрсе айтайын. Басыңдағы орамалың байлаушың. Үйге кіре берген кезде еркектің бір туфлиі патшаның басындағы тәжінен артық жаным. Сен патша бол, министр бол, бірақ еркектің чоқай туфлиіне сланцина жетпейді. Басыңдағы тәжің отырған креслаң. Сондықтан алтыным сол, мені тыңда, мен жаман нәрсе айтпаймын. Күйеуіңмен қосыл жаным. Ұрмаса, соқпаса, что енең сөйледі, маған да сөйлеп жатыр. Неге сөйлесін, енді 70 келген енеңнің аузын жауып қалай бақытты боласың жаным. Қой алтыным. Күйеуім 5 жылға хафиз болуға, оқуға кетем дейді, сол дұрыс па? Дұрыс емес. Сені тастап, саған иман тәрбиені бермей, сенің қасында қызмет қылмай, сені қарилық оқытқаны не пайда? Қариги қызды алғысы келіп жүрген ғой ол. Сондықтан қияметте қарилығымен емес, біреуді тура жолға салуы менен жәннетке рахымына, Алла рахымына жетеді. Күйеуімнің иманы әлсіреп кетті. Қалай көмектессем болады? Намаз оқы. Намазда тұрсаң, күйеуіңнің иманы көтеріледі. Әйел күйеудің иманын көтеретін индикатор және күйеудің иманын түсіретін адам болып табылады. Әйел еркектің бәйтерегі болады иман дәрежесінде. Сондықтан күйеуіңіз деген бергіңіз келген жақсы. Шарық, сынақтан көз ашып. Намаз сол барлық сынақ сені бір нәрсеге алып келу керек. Бір есікке алып келу керек. Ол Алланың рахымдық есігі. Сол есікті ашу, басыңды сәждеге қоюмен келеді. Аға дейді, суббота күні жақын досым асылып қайтыс болды. Неге? Не үшін деген сұрақпенен қалды. Артында 4 баласы қалды. Ойбай, не деген ақымақтық. Енді ол кеткен адам кетті, Құдай жарылқасын. Мен ол адам туралы емес, мен сондай ойы болып жүрген. Бастығым ұрысты, қатыным ұрысты, байым ұрысты, ананы жүріспен ұстап алдым, мынаны биттім, сенген адамым мені алдап кетті. Тағы не Құдай-ау, қиналып кеттім, қарыздан құтылмадым, сынақтан құтылмадым деп өлуді ойлап жүрген. Немесе бір ойындарға артына түсіп, содан
содан мәселе тауып жүрген барлық адамдардың пікірлері арам. Қияметтің күні сұрағы болатын ауыр күнә болады. Интихар нәфсә, адам өзін өзі өлтіру. Енді біз жаназасын оқи береміз, Құдай кешірсін деп сопылық қып. Бірақ негізі жаназа оқылмайды өз-өзін өлтірген адамға. Өтпейді жаназа намаз. Қабыл болмайды. Сондықтан бұл дұрыс нәрсе емес. Алла дұға қылсыңыздар. Ал енді өз-өзін өлтірем деп, яки сондай қатты ашуға беріліп жүрген адамдар, таубаларыңызға келіп, Құдайдан кешірім сұраңыздар. Құдай берген, менің де өлгім келіп жүр дейді. Естейсің енді, ет жейміз, Құран оқпаймыз, болды, сонымен жақсы болады деп ойлайсың ба? Азабы қатты болады. Қой жан. Аға, жолдасыма, орамалыма қатты қарсы не істеймін дейді. Күйеудің жақсы қызметінде бол. Жақсы қызметінде бол. Алақаныңа сал, көл ойна. Күйеудің алды биттіп орамал тағып алма сен де. Күйеудің үйінде, екеуің үйде жатқанда бит тағып алып жүретін де бар екен. Өмір орамал тақпаған, жарым-жартылай жалаңаш жүріп, бүгін бит тағып алсаң бәріміз қорқамыз. Ойбай не болып кетті мынаған деп. Сондықтан соған лайық бол, жаным. Күйеуіңді алақаныңа салып, жақсы сөз сөйлеп, еркелеп, әйелдік сипатыңды көрсетсең, еркек ақымақ емес. Мен қыз баламын. Жалғыз мөрдеге барып, жақыныма Құран оқысам бола ма, қыз баламын дейсің ба? Жоқ, саған керек жоқ. Қайтыс болған адамдардың зиратының басына барып Құран оқымасаң да сауап бара береді, үйде оқи бер. Шекарада күзетіп тұрып намаз қаза болса, үкімі қандай? Қаза оқылады. Бірақ қаза қылмай-ақ оқуға да болар еді, ишаратпен оқыса да болады. Шииттердің қателігі неде? Басқа адасқан ба? Хадистер бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Алидің мұрагері ретінде қалтырған, бірақ Муавия Али мен балаларды өлтіріп халифатты жаулап алған. Дұрыс жақтамыз ба дейді. Сен кішкене бір нәрсе оқыған біреу екенсің. Соны біліп алайын, өзіңді болса мені сындырайын, немесе біреулерге бүйтіп шииліктерді бұрып алайын деп қойып жатқан сұрағыңды айналып кетейін. Сенің қойған сұрағыңды біздің Қожа Ахмет Яссауи атамыз жауап беріп қойған. О, замандақ. Әлиді біз Алланың елшісінің ұлы сахабалары, дініміздің ұлы тұлғалары ретінде қабылдаймыз. Керек десе Муавияда құрметті орны бар. Бірақ айтпақ болғаным, әлхамдулилля, біз пайғамбар саллаллаху алейхи артына ілесетін қауымбыз. Алидің артына ілескен қауым емеспіз. Сондықтан пайғамбарымыздың өзіне, сүннетіне және Алланың жіберген Құранына ілескен халықпыз. Балам 3 жас, оңай сүндет десем бола ма? Болады дейді. Болады. Үйімізден қайнағамның жаназасын шығардық. Оның өз үйі бар. Болған. Әйелімен ажырасқан үйінде условия болмаған соң өзіміз шығардық. Жақсы, сауапты. Енді үйінен шықса не болады? Бәріміз шығамыз. Ол да шығады, сен де шығасың сол үйден. Бәрі шығады. Ода тұрған не бар? Сен болса үйдің нәсібін алып кетеді. Біздің үйден өлік шықты. Рано или поздно шығады, какая разница? Сол шыққанlar шүкір айт. Бізде анау бір абырой көреді де біреулер. Үйінен шықса, үйінен шықты, күшті үйі бар екен. Квартирадан шықса, қазақтың бәрі тозаққа түсе ме не? Ұлы даланың квартиранттары болып жүрген қазақ көп. Өзіміздің дәмеміз дамбалдай, бірақ үйіміз жоқ қазақтың. Өз жерінен 5 сотық жер алмай жүрген қазақ көп. Айлығының жартысын коррупциямен бастықтары таратып алып жатқан адамдар да бар, білеміз. Пәре жоқ па не бізде? Ол да бар, жоқ емес, білеміз. Сөйтіп жүріп, әйтеуір талпынып жатқан елміз. Үмітімізді алға қойған елміз. Сондықтан өз елімізде өзіміз қазақша сөйлей алмай қалған елміз. Қазақша сөйлейік десек, арабша сөзді тықлап, қазақша сөйлейік десек, орысша менталитетті көрсеткен, енді кешіріңіздер, сорлы десе ауырлау тиер енді. Сондай елміз біз. Өзіміздің тілімізде, өз жерімізде сөйлеуге намыстанған елміз. Өз қазақтың тілімен сөйлемей, басқа біреудің тілімен сөйлегендерміз біз. Шындығы солай ол. Как есть. Несін айтамыз еді? Түн батқанда әулие жәннен өткен бабаларға тие берсін деп, әумин деп айтса бола ма дейді. Болады. О жақта выходной жоқ.
қабылдай береді. Түнгі сағат қанша болды қазір? 11-ден 15-ке кеткенде Құран оқыса бола ма өлген аруақтарға? Бола береді. Ол жақта выходной жоқ. 24/7 қабылдай береді. Ешқандай күн, түн қабылдай береді. Намазда дұғаны қай кезде тілеген дұрыс? Сәждеде деп естігенмін, дұрыс па? Жалпы біздің ислам дініміздің ішіндегі ханафи мазхабындағы ғұламалардың барлығы сәждеде қазақша тілек тілеуге болмайды деп айтқан. Басқа жумхур деп айтылады. Жумхур ғалымдар тілесе нәпіл намазда да болады деп айтқандары бар. Бірақ біздің ең дұрыс қағида, ең дұрысы сәлем бергеннен кейін дұға тілесең жақсы деп айтады. Тахаджудты қазір оқыса бола ма? Болады. Дінімізге пайдаң тимесе де зияның тимесін дейді ғой, аяз қолдануға бола ма дейді. Енді интернетті қолдануға бола ма деген сұрақ сияқты ғой. Енді интернетті ұятсыз нәрселер көп, пляждағы суреттер көп, жақындатып көрсем бола ма дейді. Сен бүйтіп өткізіп жібер. Енді баяғыда бір айтып еді, жаңағы тез өткіземін дейді да. Мысалы Құран уағыз шықпаса, Нұрлан имам шықпаса, тез өткізіп жіберем дейді. Пляждағы суреттер болса, бүйтіп жайлап өткіземін деп. Харам ғой, нап қол дейді. Онда бүйтіп өткізбейміз. Сол сияқты аястың да өзіндік пайдасы көп оның. Ол жасыл технологиялар санатына жатады. Болашақтың энергиясы. Сондықтан оның мамандары айтып жатыр ғой, тыңдап көріңіздер. Қолдайтын жері көп. Біздің болашаққа біз қадам басқан еліміз деп жатырмыз. Сондықтан оны дұрыс түсіну керек және дұрыс пайдалану керек. Әлбетте қорқатын жерлеріміз көп, тағы да айтам. Уайымдайтын жерлеріміз көп. Бұл қалай болар екен деп, бірақ біздің Құдайға шүкір әскеріміз бар. Құдайға шүкір салауатты ұлды, елді, жерді қорғайтын азаматтарымыз бар. Әлбетте ол өте үлкен энергия Құдайдың бізге бағындырып қойған. Бірақ оған біз қарауымыз керек, оның мамандары бар. Намазға келгелі өзіме көп өзгеріс әкелді, Аллаға шүкір дейді. Тамаша. Ұстаз, бастаған ісім алға жүру үшін қандай дұға оқу керек дейді. Сонда жұмыс жүру үшін ғана дұға оқисыз ба? Вопростар шешу үшін ғана керек па сонда? Шешіп болғаннан кейін не болды? Бұл вопрос исчерпан болды. Тәрлік біттен дұға қылмай қалсаңыз қалай болады? Қазір мен сізге айтсам, бір конкретный вип дұға бар. Аллаху Рабби ла шарике лах деген келеді. Осы дұғаны оқысаң, бүкіл вопростарын шешеді деген келеді. Хадисте де келеді. Енді қазір мен соны айтсам, сіңесе вопросыңды шешсең, шешіп болғаннан кейін болды. Енді шешетін нәрсе қалмады. Зачем не оқимын дейсің ғой сен. Сондықтан олай болмайды. Сен оқи бер. Дұғаң жаңағы шешетін дұға, тірлік болсын, болмасын, дұға оқи бер. Ештеңеге байлама. Тірлік өз жүреді. Сонда жақсы.